Сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Месежан Кизет және бүгінгі видеомыз бастауыш блогерлерге арналған. Бүгінгі видеода мен 10 видеоға идея айтатын боламын. Менің көрермендерімнің арасында бастауыш блогерлер өте көп болғандықтан, олар менен осындай тақырыптарға видео сұрағандықтан қабыл алыңыздар. Бұл видеоны бастамастырып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер, мен күтетін боламын. Және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше көп сөз айтпай кеттік. Бірінші идея Back to School. Жаңа оқу жылының басталуына кішкене қалды, себебі қазір тамыз айы және де көп адамдар қазір Back to School тақырыбындағы видеоларды жиі қарайды. Және де саған Back to School тақырыбындағы видеоларды түсіруге кеңес беремін. Ол лайфхактар болуы мүмкін, өзіңнің сатып алған заттарың туралы, немесе прическалар туралы, мектепке арналған, немесе мектепке киетін формаңды қалай әдемі көрсетуге болады, соның барлығы туралы видео түсіруге болады. Себебі қазіргі таңда бұл идея актуалды. Және де айта кететін Back to School тақырыбындағы видеоларды тек қана тамыз айында емес, қыркүйек, қазандарда да түсіре беруге болады. Келесі 24 сағат челлендж. Байқасаңыздар, қазіргі таңда YouTube-та 24 сағат челлендждағы видеолар өте көп, себебі бұл нағыз трендке айналды. 24 сағат бір түсте, 24 сағат бір түсте тағамдар жеймін, 24 сағат супермаркетте, 24 сағат анам маған иә дейді. Әр түрлі тақырыптағы видеолар көбейіп кетті. Және де егер де сіз осы видеоны қызықты қылып түсірсеңіз, ол рекомендацияға шығады және де тіпті тренд болып кетеді. Осылайша өзіңізге көп көрермен жинауға болады осы видео арқылы, сондықтан осы видео түсіруге кеңес беремін. Арнаңды енді ғана аштың, қандай видео түсіреріңді білмейсің бе? Онда менің саған кеңесім мен туралы факттер түсір. Олар әртүрлі болуы мүмкін. Мен туралы 30 факт, мен туралы 50 факт, 10 факт. Мысалға, мен өзім алғашқы видеомда мен туралы 10 факт болды. Бұндай видеода сіз өзіңізді таныстырасыз, яғни есіміңізді, жасыңызды. Осылайша сіздердің көрермендеріңіз сіз туралы көбірек ақпарат бере алатын болады. Және де басқа да келесі видеоларыңызды қараған, сіздің көрерменіңізге қызықты болады. Келесі видео сұрақ-жауап немесе ask, мысалға менде ол ask кезет. Бұндай видеоларда сіз өздеріңіздің көрермендеріңіз қойған сұрақтарға жауап бересіз. Осылайша көрермендеріңізді қызықтырып жүрген сұрақтарға жауап алатын болады сіздің көрермендеріңіз. Және де бұндай сұрақ-жауаптарда да қызықты сұрақтарға жауап беруге болады. Ерекше сұрақтарға жауап берсеңіз, сіздің видеоңыз рекомендацияға шығуы мүмкін. Бірақ әрине де сұрақ-жауапты көрермен саны кішкене болсын жиналғаннан кейін түсіру керек, себебі сұрақтарды сіздің көрермендеріңіз қояды. Келесі өте қызықты видеолардың бірі ол телепатия челлендж. Шетел блогерлердің видеоларынан көрген боларсыздар. Телепатия челлендж, слайм жасаймыз, тамақ пісіреміз, пицца жасаймыз, телепатия челлендж арқылы дейді. Бірақ бұл видеоны сіз өзіңіздің досыңызбен немесе әпке, құрбыларыңызбен түсіру керек боласыз. Нақты ереже шарттарын білгілеріңіз келсе, кәдімгі YouTube-та поисковикке жазыңыз телепатия челлендж деп, қазақтың блогерлері де түсіргендері бар. Соларға қарап, оның ережесін біле аласыз. Келесі идея қыздарға арналған. Егер де сен бьюти блогер болғың келсе, саған кеңестерім әрине бьюти видеолар түсіру, яғни прическалар туралы. Егер де сен макияж жасайтын болсаң, өзіңнің күнделікті түрдегі макияжыңды көрсетіп салуға болады. Және де осыған ұқсас фэшн видеолар түсіруге болады. Яғни сен өзіңнің күнделікті киетін луктарың, әрине олар егер де әдемі көрінсе, сал. Немесе байқасаңыз, YouTube-тағы фэшн блогерлер қалай арзан, бірақ әдемі киінуге болады дегенде видеолар түсіріп жатады. Немесе бір футболканы 10 түрлі түрмен қалай киюге болады деген сияқты әртүрлі бьюти видеолар, фэшн видеолар түсіріп жатады. Бьюти блогер болғың келсе, бұл саған таптырмас идея. Келесі менің сүйікті идеялардың бірі ол скетчтар, күткенің шындығы. Бұндай видео менің арнамда бар. Жаз күткенің шындығы деген видео. Кіріп қарап кет. Саған ұнайды деген ойдамын. Бұндай скетч түрінде сіз әртүрлі күткенің шындығы, яғни ожидание, визит, реальность деген тақырыпта түсіресіз. Мысалға, мектеп, ожидание, визит, реальность немесе күткенің шындығы деп. Скетчтарды түсіру оңай, әрине, бірақ кішкене болсын актерлік шеберлігің болу керек. Себебі бұл скетчтер сенің көрермендеріңнің көңілінен шығу керек. Келесі айтатын идеям осыған кішкене ұқсас. Бұл да скетчтің бір түрі типтер. Яғни адамдардың типтері, мысалға. Адамдардың типтері, қыздардың типтері деген сияқты, оқушылардың типтері деген видео менің арнамда бар. Кішкене астыға қарай түсірсең, алдыңғы жылдары түсірген видеомның бірі. Бұндай видео түсіру оңай және де өте қызықты болып шығады. Осыған дейін айтылған идеялар ұнамаса, саған кукинг түсіруді кеңес беремін.
кукингте әртүрлі тағамдарды дайындайтын боласыздар. Яғни өзіңіздің сүйікті рецептіңізбен бөлісуге болады. Немесе бұл видеоны қызықтырып, өзгертіп, досыңызбен алғаш рет өзіңіздің бургеріңізді жасап, сондай күлкілі видеоға айналдыруға болады. Және де кукингтер арқылы сіз өзіңіздің тағам дайындау қабілетіңізді жақсарта аласыз. Сіздермен бөлісер соңғы идеям ол влогтар. Егер де сіз осы жазғы демалыс кезінде бір жаққа, басқа елге, немесе басқа қалаға, тіпті қалаңыздың ішінде бір жаққа демалуға барсаңыз, өзіңізбен бірге телефоныңызды алып, сол жерден влог түсіруіңізге болады. Осымен менің сіздермен бөлісер идеяларым аяқталды. Осы видеоны аса лайк басып кет, менің арнама міндетті түрде тіркел, және де менің инстаграмға тіркелуді ұмытпа. Барлық қызықтар менің инстаграмда, мен ол жерде әртүрлі видеолар түсіремін. Сіздермен бірге болған мен Мисайжан KZ. Осындай видеолар көп шықсын десеңіздер, осы видеодан 7000 лайк жинайық. Сау болыңыздар!